Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде, күні бүгінге дейін өзімді шәкірттей сезінемін. Мен бүгін өзімнің класс жетекшім, ұстазым Дәулеткулова Советгүл Мұзафаровна туралы ой қозғағым келеді. Жалпы алғанда, Әнуар Молдабеков атындағы нөмір 6 орта мектебінде білім берген, дәріс берген мұғалімдер өте көп болды. Ал олардың ішінде бізбен бірге 11 сыныпқа дейін көшбасшы болып, бізге ақылшы болған Советгүл Мұзафаровна 91 жылғы түлектердің есінде қалғаны сөзсіз. Біздің апайымыз ерекше адам болатын. Себебі, біріншіден ол бізді намысшыл болуға үйрететін. Екіншіден біздің адамгершілік қасиеттеріміздің мол болғанын қалайтын. Осындай ұстаздан жаман шәкірттер шықты деп ойламаймын. Бәріміз де өмір жолымызды тауып, бүгінгі күнде әркім әр салада жұмыс істеуде. Бірақ мектеп қабырғасындағы қызықты күндер, өткізген саналы кезеңдеріміз біз үшін үнемі есте қалады деген ойдамын.